Отбасы орталығында тұңғыш рет отау құрғандарына 50 жыл толған Борхан ұлы Жамбыл Ақсақал мен Нұртаза қызы Ізімкүл ананың алтын тойы аталып өтті. Жарты ғасыр шаңырақтың шаттығын сақтап, ортақ ұрпақ өсіріп бірге тәрбиелеп келе жатқан алтын той иелерінің неке куәліктері жаңартылып ұсынылды және отбасы орталығының номері 1 некені қайта жаңғырту сертификаты табысталды. Салтанатты шара қонақтары алтын той иелеріне гүл шоқтарын табыстап естелік суретке түсті. Бүгін біздің отбасы орталығында алғаш рет өтіп жатыр бұндай алтын той рәсімін. Жаңа өздеріңіз көргендей, біз жаңағы 50 жыл отасқандарына 50 жыл болған ата мен апаға біздің орталықтың номер 1 сертификатын табыстадық. Бұдан бөлек біздің орталықта алтын той, күміс той, маржан той рәсімдері өтеді. Сонымен бірге туу туралы куәлікті табыстау, неке куәлігін табыстау рәсімдері өтеді. Жалпы отбасы орталығы 2023 жыл қыркүйек айының аймақ басшысының бастамасымен ашылған болатын. Сол уақыттан бері қазіргі таңда 70-тен аса жұптардың некесі қиылды. Бізде жаңа айтып өткенде алтын той рәсімі алғаш рет өтіп жатыр. Ары қарай да біз осы жылда көптеген шараларды, сонымен бірге тек қана жаңа салтанатты рәсімдер емес, сонымен бірге атымызға сай отбасы орталығы болғаннан кейін жұптармен, жалпы отбасын құратын жұптармен, жалпы отбасымен, бала тәрбиесімен жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар орталықтың бақыт мекені кеңес беру бөлімінде той иелерінің қатысуымен шаттыққа кенелген шаңырақ атты танымдық жүздесу өтті. Жамбыл ата мен Ізімкүл ана жас отбасыларға ақыл кеңесін айтып, ақ батасын берді. Менде 8 бала бар. 8 баланың 5-і ұл, 3-і қыз. Немере 30-дан асады, шөбере 30-ға жақын. Осылардың тәрбиелеп өсірген жұбайым Жәнекей Ізімкүл екеуміз тәрбиелеп өсірдік. Осы уақытқа дейін ешқандай қиыншылық көргенім жоқ. Алла сол көрінген балдардың, немере шөберенің қызығын Алла көрсете берсін. Құрметтеп, сыйлап атқандарға көптен көп рахмет. Шара соңында жас ақын дәстүрлі әнші Бексұлтан Орынбасар той иелеріне жыр арнады. Аружан Бейсенбаева, Айдос Исаев, Алданазар Нағымет, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.